қайырлы күн, құрметті біздің Жалағаштың жалынды жастары. Менің атым Нарбота, ал сіздердің аттарыңыз? Рахмет, тасқарма қуаныштымын. Тастық үшін қорғаша өтіріп қойыңыздар. 2010 жыл қандай жыл? О, керемет. Өскенде кім боласың? Мұғалім. Өнер саласында. Литература өнер саласында. Біз де сөйлеп айтқанда осы полиция боламыз, өскенде дәрігер боламыз, болмаса мұғалім боламыз деп. Жас спонсорларымыз бір сөзбен айтқанда, бұндай жомарт жандардың, жомарт жастарымыздың барына қуанамын. Қолөнерге қызығатын қыз балдар болса, ұл балдар болса, көпеше болсын, мынадай киіз үйлер болсын, істеп үйренем деуші жастар болса, келіңіздер. Жастық көрпеше тігуден тегін мастер-класс ұйымдастырып берсем, жастар қатысады. Өздеріңізде бір нәрсеге қызықсаңыздар, сол нәрсені дамытып, соның арқасында ақша тауып, бизнеспен айналысқан дұрыс. Сіздерге тек сәттілік тілеймін. Осы Жалағаш ауданына үлкен еңбектеріңізге сіңіре беріңіздер. Жалағаш ауданы осы Қызылордада орналасқан белді аудандардың бірі. Ұстайсың ғой. Мен айтамын да оларға. Кетті. Қызылордадан біреу, Алматы, Астана және де Петропавлдан. Петропавл қаласына Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетіне агротехнологиялық факультетке азық-түлік өнімдерін технолог мамандығына түстім. Болашақ технологпын. Атым Жарылқасын Данияр. Қызылорда Тоқтада атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінде құрылыс мамандығында бірінші курс оқимын. Аты-жөн Байдолла Әділжанова. Қазіргі таңда Алматы қаласы Алматы энергетика және байланыс университеті, мамандығым электроэнергетика. Мен Ерғали Дулат, қазір Астана қаласында Николаевич Гумилев атындағы Еуразиялық университетінде бірінші курс сәулет құрылыс факультеті геодезия картография мамандығында оқып жатырмын. Жалағаш деген Сырдың бойында, Сырдарияның жағасында. Бәрі олда Жалағаштың мысалы. Өнер де бар, күш те бар. Осы Жалағаштың өзінде ішінде 5 мектеп бар. Алматыда Темірбек Жүргенов атындағы өнер академиясы бар. Соның өзі Жалағаштың танымалдылығына жеткілікті деп ойлаймын.